Шығыстағы Ренессанс әлемдік мәдениетті қалай байытты? Орта ғасырларда шығыс елдері бірнеше өркениеттік аймақтарға бөлінді. Атап айтқанда, мұсылман, үнді және қиыр шығыс өркениеті. Бұл өркениеттер белгілі бір діндердің негізінде қалыптасты. Мысалы, 7 ғасырда Арабияда пайда болған ислам діні орта ғасырлық мұсылман өркениетінің қалыптасуына негіз болды. Мұсылман мәдениеті орта ғасырлардың аяғында Европада пайда болған Ренессанстың қалыптасуына алғышарттар дайындады. Мұсылман ойшылдары Әл-Фараби, Әл-Кинзи, Ибн Рушд және тағы басқалар ежелгі грек философтарының еңбектерін араб тіліне аударып, оларға түсіндірмелер жазды. Мұсылман дәуірінде мәдениет күрт дамығандықтан, тарихшылар оны мұсылмандық Ренессанс деп атады. Кейінірек Европа ғалымдары грек философтарының еңбектерімен осы араб тіліндегі нұсқасы арқылы танысты. Орта ғасырлық үнді өркениеті индуизм дінінің негізінде қалыптасқан болатын. Үнді өркениеті Оңтүстік Азияның Үндістаннан басқа да көптеген елдеріне, Непал, Бирма, Индонезия, Малайзияға тарады. Ал қиыр шығыс өркениеті орта ғасырлық Қытай мәдениетінің негізінде қалыптасты. 4-5 ғасырларда Қытайда буддизм діні кең тарай бастады. Бұл дін Қытайға Үндістаннан келген болатын. Бұл дін ежелгі дәуірде қалыптасқан жергілікті Конфуций және даосизм діндері сияқты адамдарды ізгілікке, төзімділікке шақырды. Қытайда география ғылымы дамып, Қытай жиһанкездері Үндістанға, Орта Азияға сапар шекті. 645 жылы үнді жеріне саяхат жасаған Сюань Цзянь үнді халықтарының тарихы туралы кітап жазды. Орта ғасырларда Қытайда медицина, астрономия ғылымы, қолөнер мен сауда дамыды. Жапония мемлекеті Қытай мәдениетінің ықпалында болды. Орта ғасырлық Үндістанда әртүрлі діни нанымдар қатар өмір сүрді. Индуизм дінін ұстанушылар басты 3 құдай Брахма, Вишну, Шива құдайларына табынды. Мұсылмандар билігі тұсында Үндістанның мәдениеті ерекше гүлденіп дамыды. Ұлы моғол билеушісі Жаһаншахтың тұсында тұрғызылған Тәж-Махал кесенесі әлем кереметтерінің бірі болып табылады. Орта ғасырлық Түркияда ауыз әдебиетінде де, жазба әдебиетте де сопылық идеялар басым болды. 13 ғасырда жазылған алғашқы жазба әдебиет туындыларының қатарына Ахмет Фақихтың Тағдыр кітабын, Шият Хамзаның Жүсіп пен Зілиха қиссасын, Ашик патшаның Қуғындалушының кітабын жатқызуға болады. Сопылық әдебиеттің өкілі Румидің ең басты шығармасы Маснави Манави болды. 14-15 ғасырларда поэзияда Низами Ганджауидің шығармашылығы ерекше орын алады. Оның атақты құпия қазына, Хұсрау мен Шырын, Ләйлі мен Мәжнүн, 7 ару, Ескендірнама дастандары түрік әдебиетінің дамуына оң ықпал етті. Математика, астрономия салаларында зерттеулер жүргізген Лютфи Такади бірқатар еңбектерін жариялады. Географ әрі адмирал Пири Рейс 1513 жылы дүние жүзінің картасын, ал 1523 жылы теңіз атласын жасады. 15-17 ғасырларда Түркияда сәулет өнері жақсы дамыды. Қалаларда медресе, кесене, күмбезді монша, хауыздар көптеп салынды. Қолданбалы өнер кеңінен дамып, керамика, жібекті өңдеу, кілем тоқу салалары өрістеді.